Кәрі жілікті босағаға неге іліп қояды? Қазанға ет салғанда алдымен бисмилля деп кәрі жіліктен бастап салады. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды. Қонаққа, бөтен жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі жілікте шаңырақтан құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған. Ал ұлдарға сұрбойдақ боласың деген сенім бойынша жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торауылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты, бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін тыншылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкімі жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетші жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым. Ешбір жасақ жоқ. Бізге елестеген болуы керек дейді. Ұрылардың басшысы ендеше бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бұл жолы да ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасақ кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, «Байеке, мен ұры едім. 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме, бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр бар? Не киеңіз бар? Айтыңызшы» деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып қорасына үрілі тұрған кәрі жілікті көрсетеді. «Әкем марқұм дүниеден өтерінде кәрі жілік көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап кәрі жілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады, қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса менде басқа кие жоқ» дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты. Ниетінен қайтып адал кәсіпке көшіпті деседі. Кәрі жілікті жеуге болмайды дегенді ғана естуші едік. Оның мәні мұншалықты тереңде жатқанын ойламаппыз. Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезінде әкесі, «Балам, мына кәрі сүйекті қойныңа алып ал, қауіп қатерден аман боласың» дейді. «Әй әке, ай, сенің ақ ырымың таусылмайды екен» деп ұлы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман-есен жетіп, саудасын жасап елге қайтады. Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп, кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман-есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп әкесіне болған жайды баяндайды. Сонда әкесі, «Ұлым, ырымның сырын енді түсінген боларсың. Кәрі жілікке Құдай осындай қасиет тартқан. Сен балалық қылып кәрі жілікті көп қапшықтың біріне сала алдың. Сонда керуеннің ғайып ерен 40 шілтеннің шылауында болды. Егер ықыласың күшті болғанда жебе де дарымас еді» деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәрі жілік ер жігітті 40 жолдан қағады деген сөз қалыпты. Иә, көп жастар мұны біле бермейді. Негізі қазақ халқының салт дәстүрі тұнған тәрбие ғой. Ұлттық құндылықтарымыз ше, нағыз тәрбие мектебі ғой. Баяғыда бір бейбақ айтқан екен, «Білгенімнен білмегенім 99 деп. Айналайын асыл ата-бабам, қасиетіңнен айналдым. Босағаларыңыздан қот береке арылмасын». Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.